Сәлем балалар, бүгін біздің арнамызда математика 3-ші сыныптың 4-ші сабағы. Сабақтың тақырыбы 3 таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту. Бірінші тапсырма балалар. Мына сандардың моделін жаса. Жүздіктерді, ондықтарды және бірліктерді қандай да бір заттармен, фигуралармен белгіле. Осы сандар туралы айтып бер. Төменде балалар бізде 100, 220 және 324 саны берілген. Балалар, мына жерде мен сендерге жүздікті дөңгелекпен, ондықты шаршымен және бірлікті үшбұрышты фигурамен көрсеттім. Енді балалар, 100 санында бір жүздік бар, яғни бір дөңгелек сызып көрсетіп қойдым. 220 санында 2 жүздік, 2 ондық бар. Оны мен сендерге 2 дөңгелек және 2 шаршы метр фигурамен көрсеттім. 324 санында 3 жүздік, 2 ондық, 4 бірлік бар. Яғни 3 дөңгелек, 2 шаршы және 4 үшбұрыш фигуралармен көрсеттім балалар. Бірінші есептің соңында төменде бізге тағы да тапсырма беріпті балалар. Сан сәулесінен жиындар шешімін көрсет. Осы жиыннан 5 санды ата дейді. Бұл жерде балалар x кіші 100-ден дейді. Демек біз 100-ден 0-ге дейінгі барлық сандарды қамтиды, иә? Мына жерде міне көрсеттім. Енді бұл жерде 0-ден 100-ге дейін барлық кез келген 5 санды атаймыз. Мен мына жерде ойша алдым, ал сендер өздерің басқа сандар жасаңдар болады. Мына жерде мен кез келген 5 санды алғанда 0-ден 100-ге дейін 20, 35, 45, 70 және 95 сандарын алдым. Келесі бізде x артық 220-дан дейді, x көп екен 220-дан. Демек біз мына жерде мен 220-ны тауып алдым. Әуелі 200 бен 300-дің арасында 250-ді белгіледім. Және мына жерден 220-ны таптым міне. 220-дан 1000-ға дейінгі барлық сандарды қамтиды. Мына жерде мен ойша кез келген 220-дан 1000-ға дейінгі кез келген сандарды ойша алдым. Ал сендер өздерің басқа сандарды алсаңдар болады. Бұл жерде мен 270, 350, 470, 600 және 680 сандарын алдым. Өйткені мен мына жерге 700-ге дейін деп жазып қойдым. Ал сендер дәптерлерге 1000-ға дейін деп жазасыңдар. Келесі, бұл жерде 320 көп x-тен дейді. Демек, біз мына жерде әуелі 324 тауып аламыз. 300 бен 400-дің арасында 150 тауып алдым. Мына жерде 300-ге жақын жерге 324 деп жазып қойдым міне. 324-тен 0-ге дейінгі барлық сандарды қамтиды балалар. Бұл жерде мен 5 санды алдым ойша. 324-тен 0-ге дейінгі. 130, 170, 220, 280, 300. Ал сендер балалар басқа сандарды алсаңдар болады. Келесі балалар үшінші есеп. Есепте дейді. Бұл жерде балалар А және Ә нұсқасы берілген екен. Бірге есептейік. Үшінші есептің балалар А нұсқасына дұрыстап мән беріп қарайтын болсаңдар, алғашқы 8 амалы қосу амалдары және соңғы 8 амалы азайту амалдарымен берілген екен. Келесі балалар 4-ші тапсырма есептеу тәсілін түсіндір дейді. Келесі 5-ші тапсырма есепті шығар, кері есеп құрастыр. Тәжірибелі метеоролог бір жылда 240 болжам, ал көмекшісі одан 115-ге кем болжам жасады. Олар жыл бойы бірге қанша болжам жасады? Келесі тапсырма бізде балалар 6-шы есеп. Бірінші мысалдарды шығар, олардың жауабын пайдаланып, келесі мысалдардың жауабын жылдам тап дейді. Бұл жерде жақшаның ішінде 650 қосу 40, ол тең болады 690-ға, одан 390-ды азайтқанда 300 болады. Енді балалар бұл жерде мұқият қарап отырсаңдар, жоғарыдан төмен қарай әр есепте 10-ға қосылып жазылған,
650, астындағысы 660 және одан төмендегісі 670 деп тұр. Демек, бізде 300 шықса, әрқайсысы одан кейінгі төмендегілер 310, 320-ға тең болып шығады. Келесі 560 азайту жақшаның ішінде 100 қосу 60 тең 400 дейді. 100-ге 60 қосқанда 160, 560-тан 160 азайтқанда 400 болады. Бұл жерде балалар төменнен жоғары қарай әрқайсысы 20-ға көбейіп тұр. 20, 40, 60 деп. Келесі 800 жақшаның ішінде 810 қосу 90 дейді. Бұл 900 болады, одан жақшаның сыртында 100-ге азайтқанда 800 болады. Бұл жерде балалар төменнен жоғары қарай әрқайсысы 30-ға көбейтіліп жазылған. Яғни 30, 60, 90 деп. Келесі балалар бізде соңғы 7-ші тапсырма. Балалар күн райын бір апта бойы бақылады. Кестеге қарап, сұрақтарға жауап беріңдер дейді. Балалар төменге қарасақ, бізде кесте берілген. Бір аптаның 7 күні берілген. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі және жексенбі. Енді содан төмен бізде жаңбыр және жел күндері белгіленген екен, балалар. Бізде не сұрап тұр енді? Жел болған күндерді атаңдар дейді. Жаңбыр жаумаған күндерді атаңдар және жаңбыр да жел де болмаған күндерді атаңдар дейді. Енді балалар төмендегі кестеге сүйене отырып, жел болған күндерді анықтайық. Жел болған күндер бізде сейсенбі мен сенбі екен. Жаңбыр жаумаған күндерге сейсенбі, сәрсенбі, жұма, сенбі, жексенбі күндері жатады. Жаңбыр да жел де болмаған күндерге сәрсенбі, жұма, жексенбі. Осымен балалар 7-ші сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Сабағына лайк басып тіркеліп алыңдар.